Барлықтарына сәлем достар, тұрма болғамындыз. Және бүгінгі видеода мен топ 3 пайдалы дерзкий модтарды көрсететін боламын. Алдымен сіздер лайк басып, арнаға жазылып, қолдау күтемін, комментарий жазып кетіңдер. Көп комментарийлар жазып кетіңдер. Бірінен соң бірі біз 3 модты көрсететін боламыз, айтпақшы. Менің атым Нағыз емес, Накош екен. Жақсы, менің атым Накош. Басынан бастайын кеп тұрған жоқ, общем, давайте біз видеоға кеттік, лайк басып, арнаға жазылыңдар. Қолдау күтемін, барлықтарыңызға. Достар, біз оралдық. Осындай выживание ашқан кезде ең басында қолмен ағаш сындырасыздар ғой сіздер. Содан кейін топор жасайсыздар ағаштан, да, дұрыс па? И ағаштан топор жасаған кезде ол іске аспайды, өйткені сіздер оның алдында андай темір топор, железі топор, золотой топор, алмас топорлармен сындыруларыңызға болады. Мысалға көрсетіп жіберейін. Мысалға былай ғой, бірінші осылай, мынандай отырасыздар, осындай. Мысалға бірінші осындай ағаш топордан басқа топорлармен жасайсыздар. Мына бірінші отырасыздар, и сындырсаңыздар, мына көрдіңіздер ма, барлық ағаш өзіме түседі. Бұл выживанияға арналған мод, яғни айтқанда выживанияға өте пайдалы. Біріншіден уақытты экономдайсыздар, екінші сол, мен мысалға шықпайды, көрдіңіздер ма, тек ағаш топордан басқаларынан шығады. Давайте екінші модқа көреміз. Давайте. Ол біздің екінші модымыз. Бұл машина, бұл жайдан жай машина емес, бұл ұшатын машина, ұшатын. Қазір көресіздер, мысалға отырасыздар, былай. Отырғаннан кейін мынау жүрінеді, былай жүрінеді. Ал егерде трансформды бассаңыздар, міне ол ұшатын машина айналады. Қараңыздар, өте керемет. Бұл машина бомба. Бұл өте керемет. Сериалдар түсіруге болады, андай мұндай, пайдалы деуге келетін мод. Жалпы сондай мод ғой, енді давайте. Енді біз достар, біз үшінші модымызға қарай кеттік. Үшінші мод бұл дейтін жаңа жылға арналған мод. Ең алдымен мынандай тамақтар, яғни айтқанда тамақтар, жейтін тамақтар ол осындай тамақтар мынандай әртүрлі способностьтар береді. Энергия ма, мынау постоянно мына тамақтар бастағы айналдырып отыр, сөтті біз мобтарға кеттік. Мобтарға мынандай осындай мобтар екен. Енді мен осындай көрсетіп жіберейін, кішігірім, ары қарай өздеріңіз көресіздер. До конца көрсетейін десем, просто желание жоқ та. Бірақ видео қысқа. Ладно. Мынандай, бір таяқша. Дейтін отыратын орындық. Подарка. Аяз атаңның дейді. Қалпағы деген мұ? Елка. Қысқаша естіп қалымсаңдар, кесендір. Мынау осындай. Осындай. Аяз ата ешак кетті қыра. Мынау қыз мұ? Енді болды. Енді ары қарай өздеріңіз көретін боларсыздар. Лайк баспағандар, жазылыңдар, жей. Достар, енді осымен біздің видеомыз аяқталды. Ары қарай енді модтарды өздеріңіз тексеріп көріңіздер. Енді 3 модты да пайдалы болады деген ойдамын сіздерге. Әрине, енді ең бастысы бірінші мод өте керемет, выживанияға арналған пайдалы мод қой. Ал мына 2 мод просто салдым, соған енді мән бермейміз. В общем, видео аяқталды. Давайте тіркеліп лайк басып кетіңдер. Осымен біздің видео аяқталды.